Қарағандыға не үшін барасыз? Әжем біле ме? Бұл туралы апам білмеу керек. Сендерді Сүкітамаққа шақырайын деген әңгіме бар. Тауға барам деп педі? Білмеймін, ол шұғыл шаруалармен кетіп бара жатырмын деген. Осы жерге түйоқс фермасын ашқым деп жүр. Мәди, құжаттарды әкел. Жүріңізші, бұл кісінің сөзіне мән бермеңіз. Баяғыда Әлішердің артынан жүгіріп жүрсің. Ал ол саған пысқырып та қарамайды. Шық бұл жерден. Біз сендермен қуана-қуана жұмыс істерек. Бірақ ана бұрынғы басшымыз аяғымыз тұсаулаған соншама, қыз байқап басып жүрмесек болмайды. Ол қазір сендердің бастықтарың емес қой. Оңбаған ол. Үйлену туралы әңгімені мен ең жақын адамдарым естідім. Қалай сенбейсің? Мен дәулеттің түрмеде отқан қалаймын. Мәди, бір жетіден кейін мына жерде түйоқстың балапандары жүгіріп жүретін болады. Түсіш. Кеттік па? Таңғасымыз іш болмаймыз. Қаладан шешсін. Әтшейдегілер миымды ашып беретін түрі бар. Не? Айнұрмен көріссем ба дебім. Көрсесің. Жүр. Мәди! Талғат, тоқтай тұрш! Тақа, кеттік дейін. Қазір тоқтай тұрсың. Бош тез. Талғат, сөйлесіп алуымыз керек. Иә? Мәди неге бұлай істеп жүр? Неге сонша мазасызданып тұрсың? Айттым ғой, бәрі жақсы болады деп. Мен жақсы болады деп ойламаймын. Өйткені құжаттарды Мәди үйінің ішінің рұқсатынсыз алып кетіп отыр. Айнұр, уайымдама. Енді Мәдидің бұлай істеген дұрыс емес шығар әрине. Бірақ ертең қолымызға ақша тисін. Біз фирма тұрғызамыз. Бұның қандай табыс екенін өзің де білесің ғой? Ақша дейсіңдер. Мәди анасын неге ойламайды? Талғат, мен Мәди екеуіңе сенем. Бірақ сендер бірде-бір рет болса да өздерінің әріптестерің туралы ештеңе айтпадыңдар ғой. Олар кімдер? Олар өте сенімді адамдар. Оның үстіне менің достарым. Қазір. Айнұр, ол жағынан қам жемеш. Ертең көресің, Мәди екеуміз мынандай фирма тұрғызамыз. Ел жұрттың барлығы біз жайлы әңгіме айтатын болады әлі. Жарайды, Талғат. Бірақ бір өтінішім бар. Барлық келісім шарттарды заңдық түрде сауатты жасаймыз деп сөз берші. Сөз берем. Қазір. Айнұр, жарайды, біз кеттік. Гауһар тәтемнің Алтынайға айт, уайымдамасын. Мәди солар үшін жүгіріп жүр ғой? Иә? Жақсы. Селина, сәлем. Сәлеметсіз бе? Бәрі қайда кеткен? Плакаттарымыз бітті. Еріктілердің жұмысы болмаған соң үйлеріне жібердім. Түсінікті. Баспахана соңғы топтаманы шығармады ма? Жоқ, алдымен ақша төлеу керек. Ақша әлі түскен жоқ. Таңертеңгісін көрін түспепті. Мен телефон қоңырауы түсе қалса жауап берейін деп осында қалдым. Айдар Төрехан хабарласпады ма? Түсінікті. Қаншама еңбек жасалды. Соның барлығы зая кете ме? Жарайды, Зарина. Бүгін саған да демалыс берейік. Демал. Ешқандай демалыстың қажеті жоқ. Зарина, шай қоя бер. Атап өтеміз. Олар қаражат аударды. Зарина, дереу үнді хатты баспаханаға жібер, және адамдардың барлығын осында жина. Жақсы, мен барып шай қойып келейін. Сен неге қуанбай тұрсың? Не ойлап кеттің? Айдар Төреханұлы, жоспар құрдық. Ал сол жоспарды қалай орындаймыз деп ойлап отырмын. Ақшаны бекерден бекер бермейтін білесіз ғой. Сен біреудің қол жоқпары болғың келмейтін білемін, Әлішер. Әңгіменің ашығын айтайын. Бұл сен ойлағандай нәрсе емес. Олар жақсы адамдар.
өздерімен кездесіп, алдағы шаруаны ақылдасайық. Қалай қарайсың? Жақсы. Онда келістік. Ал, іске кірісейік. Қалмай жүрсің. Барып тамағыңды әзірлесеңші. Бар. Жоқ, мен де барам. Әйтпесе тағы бірдеңені білдіресің. Сен мені кішкентай бала көремісің? Сені білем. Байқа, Алик, байқа. Жарайды енді. Онда жақсы, келістік. Менде жұмыс көп. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Анау бала сенің үстінен арыз жазып тастапты. Жұмысқа орналасамыз деп жүріп басымыз бәлеге қалды. Солар бізге шын жұмыс тауып береді деп ойладым да. Енді үміттенгенім рас. Бірақ көріп тұрсың ғой, бас тартты. Сен қалай? Ағаңа хабарластың ба? Ол бәрі біледі ғой. Бізге қарағанда оның таныстары көп деп ойлағаным ғой. Мүмкін жақсы адвокат тауып берер. Бұлар сені түрмеге тығады. 3 жыл бөгет саған. Сондықтан Көкшетауға кетесің бе? білмеймін. Сені бұл жерден шығарып алмағанша ешқайда кетпеймін. Сен мені бір ажалдан аман алып қалдың. Бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын бауырым. Майнұр, Алик Петрович, мұнда не істеп жүрсің? Азық түлікті кім қабылдайды? Майнұр, жалақының жайын сөйлесейін деп едім. Кешке сөйлесейік, қазір уақыт жоқ. Жоқ, Майнұр, қазір. Кешкісін барсам, ертеңгісін кел деп шығарып саласыз. Мен дәл қазір сөйлесуіңізді талап етем. Не, талап ететін сен бе? Иә, олай болмаған күнде мен жұмыс істемеймін. Міндетсіме? Бітіріп жүрген түгің жоқ. Ауланың тазаланбағанына бір апта болды. Бәрін бірдей үлгермеймін. Бірақ ақша сұрауға уақыт табасың. Талап етемін дейді ғой. Туристік базаның аумағында тұрасыңдар. Жарықты шамадан тыс пайдаланасыңдар. Тым тәуір коттеджді қолөнер цехына айналдырып жібергенсіңдер. Сол цехты пайдаланып, көлденең табыс тауып жүрулеріңде ғажап емес. Көлденең табыс деймісіз? Иә. Міне, сіздің көлденең табысыңыз мынау. Барлық алқаштар жиналып, осы арадан шықпайтын болды. Білесің бе, көзіме көрінбе. Жоғал. Солай дедің бе? Иә. Жақсы, жұмыстан шығам. Болмашы ақшаға жұмыс дейтін ақымақтар тапқан екенсіңдер. Шықпайсың, мен шығарам. Жоқ, мен өз еркіммен шығам. Енді қайтып келмеймін. Бар. Мына орамалдарды мында ұмытып кетіппіз ғой. Апамның денсаулығы болмай жүр. Төсегінен әлі тұрған жоқ. Әлішер аға мен Дәулет ағаға хабарласа алдың ба? Әлішер аға телефонын алмайды. Дәулет ағаны көшірулі. Алтынай, мүмкін оларға хабарласудың қажеті жоқ шығар. Таңертеңгісін Талғат пен Мадиді көрдім. Олар фермада түнеп шығыпты. Сен олардың істеп жүрген тірлігін еріккенің ермегі деп ойлайтыныңды білем. Бірақ олар өздерінің шаруаларының алға басатынына нық сенеді. Ақша алыпты, көп ұзамай түйеқұстарды осында алып келеміз дейді. Сондан соң оларды бағып, көбейтіп, сата бастайды. Дегенмен мен оларға сенемін. Сонда сенбейтінім не? Өйткені олар өз әріптестері туралы ештеңе айтпайды. Тек келісімшарт жасасып, бірге жұмыс істейтінін ғана айтты. Айнұр,
Сен оларға неге сенесің? Енді олар біз үшін тырысып жүр ғой. Өзің ойлап қараш. Олар арақ ішпейді, карта ойнамайды, босқа жүрген жоқ. Олардың бар ойлағаны осы түйеқұс фермасын құру ғана. Онда тұрған не бар? Алтынай, өздері осы кәсіпті дамытуға кәдімгідей ден қойған тәрізді. Одан да біз оларға көмектессек қайтеді? Алло? Әлшер аға, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Иә, жағдайларыңызды білейін деп телефон соққаным ғой. Бізде бәрі жақсы. Түсінікті. Аха. Жарайды, сау болыңыз. Жарайды. Енді Мәдиге демеу көрсетуге тырысам. Жәнібек мәулендер осында ма? Алдымен сәлеметсіз бе? Оларды сұрап тұрған кім? Санжар деп айт, өздері біледі. Алдын ала жазылып едіңіз? Иә. Қай уақытқа? Олар іште ме? Осыдан кіріп көріңіз, күзетші шақырам. Саған не шақыра салу қиын болды ма не? Түсінікті. Туда, я думаю... Бұл шаруаны келістік. Жақсы? Да. Иә, әрине. Извини, Николай. Кешір, Николай. Кейін өзім телефон соғам. Ол келген, бірақ мен кіргізген жоқпын. Мәулен екеуіңді сұрады. Сен дұрыс дедің бәрі. Маған Мәулен шақыршы. Тез келсін. Жәнібек, барлығы дұрыс па? Барлығы дұрыс па деймін? Бәрі дұрыс. Жоқ, шақырмай қой, мен өзім хабарласам. Алло, Мәулен. Жаңа ғана маған Санжар келіп кетті. Мен өзім көрген жоқпын. Бірақ не себеппен келген білмеймін. Маған бұл әрекет ұнамайды. Сен бұл мәселені өзің реттеші. Оны жолатпаймын деп сөз беріп едің ғой. Мәулен, өтінем сенен. Өтінем, Мәулен. Мәулен, мен саған айтайын дегенім, Дәулет дұрыс жігіт. Балалар жаттықтырады екен. Оны сен түрмемен қорқытам деп ойлама. Ол анау жігіт емес. Біз кезінде екеуміз қылмыстық істермен бірге айналысқанбыз. Ол белгілі жерде беделді азамат, соны біліп. Түсінбедім. Сен мені қорқытайын деп түсін бе? Жоқ, арызыңды қайтып ал. Дәулет мен үшін талай жақсылықтар жасаған жігіт. Мен де ол үшін талай жерге барам. Арызыңды қайтып аласың, саған да Жәнібекке де тиіспеймін, сөз берем. Менің бұдан кейін мүлдем көрмейтін боласың. Жолымыз кездейсоқ түйісіп қалмас үшін сен қарағанда мүлдем кетесің. Түсінікті ме? Түсінікті. Бастық болған қалай екен? Жақсы. Жәнібек, маған кофе алып келші. Жоқ, шай дұрысырақ болар. Оған
болса, өзің ұнататын шоколадты ала келейін бе? Әрине, оны өзің де жақсы білесің ғой. Кіріңіз. Есеп айырыстың ба? Иә. Жұмысыңды тапсырдың ғой. Әзірге сенің орныңа ешкім тапқан жоқпыз. Егер керек болып жатсаң, телефон соғамыз. Келіп түсіндіріп кетесің ғой. Дәулет, кел. Кісені шеш. Отыр. Дәулет, сен бізге келсең. Полицияға ма? Полицияға емес. Қалай айтсам мен саған. Менің балам 10 жаста. Аулада достарымен құр сенделіп жүреді. Соларды өзім бастап жаттықтырсам. Қазір білесің өзің, жақсы бапкері бар, тегін үйірмелер табу қиын. Бірақ қазір мен балаларды жаттықтырмаймын. Неге? Өткендегі біріншіліктегі төбелестен кейін бе? Жоқ, одан кейін емес. Енді? Зал жоқ қазір. Залды алып қойған. Зал жоқ де. Түсінікті. Ал қазір шәкірттерім немен айналысады? Бос па? Бос, әзірше. Сен, Дәулет, өзің ойланып қараш. Сен қаншама еңбек төктің соларға, қаншама жаттықтырдың. Талай жарыстарға апарып оларды бірінші орын алғыздың. Ал қазір сен оларды бос жіберіп қойсаң, ертең жаман әдетке бой алып кетпей ме? Дұрыс айтасыз. Көреміз енді, бір мәнісі болар. Қысқасы былай, Дәулет, сен боссың. Мәулен, өзінің арызын қайтарып алды. Киімдеріңді, заттарыңды жинап кете берсең болады. Кете берейін бе? Кете бер. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Апа? Иә, Мұса. Иә, үйдемін. Жоқ, ешқайда барған жоқпын. Саған қандай құжаттар керек? Қазір қарап шығайын. Амансыз, папа. Амансың ба, отыр. Аиданың жағдай қалай? Аиданың деймісіз? Иә. Сен Аидаға барып келген жоқсың ба? Солай емес пе? Аиданы айтамысыз. Оның жағдайы жақсы. Неге сұрадыңыз? Жоқ, жай. Не болды? Оған неге бардың? Апа, мен Аидамен бірге бардым. Не олай істедің? Бияттан жұрдайсың ғой өзің. Мұсабының жауабын күтіп жүр. Бұл болса не істеп жүрген өзі де білмейді. Апа, мен Әлешерге бардым. Бұлай істеуге қалай ғана дәтің барды? Апа, сіз бұған бола уайымдамаңызшы. Қалай уайымдамайым? Істеп жүрген ісің мынау осы. Апа, мен сізге қазір бәрін түсіндірейін. Сөзімді аяқтауға мұрша беріңізші. Егер Әлешерге баратынымды ескертсем, келісіміңізді берер ме едіңіз?
Сондықтан мұны сізге айтпадым. Неге олай істедің? Оған неге бардың, қызым? Неге барғанымды өзім де білмеймін. Бірақ сіз еш нәрсеге уайымдамаңыз. Әлішер екеуміздің арамызда бәрі бітті. Бұл шын сөзің бе? Шын апар, шын. Олай болса, осы сөзің шын екен. Мұсаға тұрмысқа шығамын деп сөз беріп дәлелде. Жақсы апа. Мұсаға тұрмысқа шығам. Қызым, айналайын ақылыңнан. Сәлемге мұрым. Охо, бауырым қалай жағдайың? Жақсы. Қалай бостандықтың исі? Күшті. Міне көрдің ғой, ағаңа хабарласудың да қажеті болмайды. Олар, Санжар, ниетіңе рахмет. Енді бұндай тірліктерді қойдым. Осылай деріңді білгем. Мен не істемек ойым бар? Көреміз. Әуелі ауылға барам. Бір мәнісі болар. Жай жүр кетейікші мерді. Пәтеріңізді неге сатқалы жатырсыз? Басқа қалаға көшіп барам. Пәтеріңіз жақсы. Бірақ мұны сіз айтқан бағаға тез арада сата алмаймыз. Мен асықтырмайым. Жақсы онда. Келісім шартқа отырымызға болады. Мен бұл келісім шартты пәтер саудалаушыларға да көрсетіп отырамын. Кім біледі? Мүмкін тез арада өтіп кетер. Жақсы болар еді. Қазір. Кешіріңіз. Келісім шарт өтіп қазір алып келейін. Жақсы. Апа, Ау? біз пәтерді сатайын деп жатырмыз ба? Иә, қызым. Апаңа басқа қызмет ұсынып жатыр. Бұдан да жақсы қызмет. Біз енді бұл үйге ешқашан келмейміз бе? Иә, біз мұнда енді қайтып келмейміз, қызым. Әлішер аға бізбен бара ма? Мен кеткім келмейді. Қызым, жағдай солай болып тұр. Амал жоқ. Көнуге тура келеді. Достарымды қайтемін. Бізді ол жақта достарымыз күтіп отыр. Сен жаңа мектепке барасың. Жаңа достарың болады. Әлішер аға неге бізбен бірге бармайды? Өйткені ол қызмет бабымен басқа қалаға кетті. Болды енді, қызым. Қане. Ең бастысы, сен барсың қасымда.
Сәлем. Сәлем, Динда. Дәулет, сен қайда болдың? Хабарласып ала алмадым ғой. Қашан қоңырау соқсаң да телефоның сөндірулі. Түсіме кірдің, қиналып жүр екенсің. Қара киімді адамдар сені ұрлап әкеткен екен. Дәулет, бәрі жақсы ма? Уайымдама, бәрі жақсы. Дәулет, маған ара тұра амандығыңды білдіріп хабарласып қойсайшы. Әйтпесе алаңдаймын. Болды енді, болды. Болды дегеніңді қалай түсінуге болады? Жұмысым бәрі бітті дегенім ғой. Енді Алматыға келесің бе? Жоқ, ауылға барам. Қазір не істегелі жатырсың? Қазір жуынып алам. Суға түспегелі 1 жыл болған сияқты сезініп тұрмын өзім. Жұмысқа қатты кірісіп кеткен сияқтысың ғой. Дәулет, телефон соғып тұр, жоғалып кетпе. Жарайды, сау бол. Сау бол деме, кездескенше. Жарайды, жақсы. Меруертті жылдам шақыршы. Иә, қазір. Жарты сағатта болам. Рыскүл Ахметқызы, бұл не қылған тығыз шаруа. Кешке ауыстыруға болмай ма? Мен шынымды айтсам бұл асығып тұрмын. Сәл тізе бүк. Қазір бәрін өзің білетін боласың. Менің тек 10 минут уақытым бар. Қазір Меруерт бір шешімге келген сияқты. Сәлем, Меруерт. Сәлем. Меруерт, кімнің келгенін көрдің бе? Отыр. Шай қойып жүрші. Меруерт, бүгін ертеңгісін екеуміздің арамыздағы болған әңгімені айтқым келмей ме? Бұл туралы мен айтуым керек пе? Жоға, Мұса, Меруерттің нені меңзеп отырғанын түсіндің ғой? Енді одан бері қаншама уақыт өтті. Мен... Кешіріңіз. Меруерт, мен сенің шешіміңді ұзақ күттім. Енді бір байламға келетін уақытым болған шығар. Меруерт, маған тұрмысқа шығасың ба? Bunların қажет жоқ. $50,000. Санап алыңыз. Жоқ, сізге сенеміз ғой. Санап алыңыз, мүмкін онда 40,000 шығар. Кейін 50,000 қайтарасың. Сана. Мерзімі... Иә. 1 жылдан кейін дәл осы соманы қайтарамыз. Иә, 15% өсіммен. Қалайсың? Сіз кешен... Бір минут күте тұрыңызшы. Дәулет, ренжімесең, қолым тимей жатыр. Кешкісін бірге тамақтанайық. Жоқ, сөйлесем. Мұсыған, рахмет. Дәл қазір ме? Иә. Ал, жұмысың? Болмады. Қалтаңа қандай? Көреміз. Сөзді қой.
Жұмыс тапқанша керегіңе жаратасың. Дәулет, бұны аға Рахмет. апама сәлем айт. Сайлау сәтті өтсін. Рахмет. Жақсы. Алло? Барлығы 49 мың. Қалжынай маға. 50 мың дұрыс. Жақсы, онда келістік. Телефоным бар. Жұмыстар болса хабарласыңдар. Жұмыстарыңыз сәттілік тілеймін. Рахмет аға. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Жақсы ереке. Жолыңыз болсын. Ертең өзім хабар. Ал. Тайм. Іске кірсек? Келісім. Қайырлы түн.